Баршаңызға сәлем. Бүгін бір ғана тестадан пирожки және бауырсақ дайындайтын боламыз. 2 рет қамыр ашытып жатудың қажеті жоқ. Ыстықтау суға тұз, сары майымызды саламыз. Сары май ерігенше апара дайындаймыз. Апараға қант, құрғақ дрожж және де ұн салып, араластырып, бөлек қойып қоямыз. Енді сары майымызды қолмен аздап мыжғылап, қажетінше ұнымызды саламыз. Оның үстіне апараны салып, жақсылап, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Оның бетін күнбағыс маймен майлаймыз. Осылай әдемі болып көтерілген қамырымызды орташа бөліктерге бөліп қойып қоямыз. Салмасына өзіңіздің қалаған затыңызды салсаңыз болады. Менде капуста, сәбіз, пиязды жақсылап қуырып алдым. Осылай үшбұрышты етіп түйіп аламыз. Қалған қамырдан бауырсақ дайындаймыз. Осылай домалақ етіп бөліп алдым. Енді қызып тұрған майға пирожкиді салып қуырамыз. Және де біздің отымыздың асты қатты қызып тұрмау керек. Себебі біздің